Қала мен ауылды жалғастырып, алысты жақын етіп, берекелі бірлікке ұластыратын ол көлік қозғалысы. Бүгінде қоғам өмірін бұл саласыз елестету қиын. Энергоотбасы жобасының кезекті шығарылымы еңбекқор қызмет иелері, механикаландыру және көлік қызметі жайында болмақ. Көлік жүргізушілері жол қозғалысының негізгі қатысушылар болып табылады. Сондықтан әрбір жүргізуші жолға шығар алдында көлік құралын толық тексеріп, қауіпсіздік белдігін тағып, жылдамдықты жол жағдайына байланысты реттейді. Себебі ережелерді сақтау әр адамның өміріне деген жауапкершілік. Механикаландырған көлік жүргізу бөлімі, бұл енді энергосистема жауапкершілігі шектеулі мекемесінің ертеңгісінге адамдарды жұмысқа әкелуден бастап бүкіл күнделікті жұмысының барлықтарын атқаруға қатысады. Жол жүргізушілер ертеңгі жұмысқа келеді, путевкасын алады, содан кейін барып медикке барып отметкасын жасап, медосмотрын өтіп шығады. Аудандарға үлкені бар, кішісі бар, апарлар тасу, күнделікті жөндеу жұмыстары, оның ішінде сезонның уақыттарына, маусымдарға байланысты істелетін барлық жұмыстар, оның ішінде күрделі жұмыстар. Сосын кейбір жағдайларда қысты күндері, басқа бір ауа райына қолайсыз жағдай көктем кездерінде болатын апаттық жағдайларға байланысты сол жұмыстарды уақытылы, мерзімді, сапалы атқару деген барлық жұмыстардың бәріне қатысамыз. Күнделікті жұмысқа көмектесеміз. Орташа жөндеу, күрделі жөндеу, соның бәрі осы көліктің арқасында атқарылады. Жаңағы енді біздің жұмысымыз жайбарақат уақыт емес. Ауа райының, жыл мезгілдерінің қолайсыз уақыттарында, көктемде балшық кезінде, қысқы боран кезінде, сондай уақыттарда біздің жұмысымыздың негізінде сынақ деп айтуға болады. Міндеттерді атқарып, оның ішінде абыроймен атқарып, сапалы атқарып шығуға біздің міндетіміз мойнымызда тұрады. Мына жерде жұмыс қызу жүріп жатыр. Мамандарымыз жөндеу жұмыстарын атқарып жатқан секілді. Кеттік бірге білейік. Аға, қандай жұмыстар жүргізіп жатсыздар? Насос алмастырып жатырмық. Бұл не үшін қажет? Бұл деген жаңағы нені кранды көтеретін насос қой. Соны алмастыру керек. Май ағып тұр. Қанша уақыт алады шамамен жұмыс? Оны жаңағы запчастьқа қалай келеді, солай шешіледі. Істеріңізге сәттілік. Темірдей тәртіпті, жоғары жауапкершілікті талап ететін күрделі салада білікті жүргізушілер жол сапарына әрдайым сақадай сай болуы қажет. Мекеме мамандары қай жаққа сапар шексе де көлік қызметі әрдайым дайын тұрады, ал оны үлестіретін көліктік диспетчерлік бөлім. Саламатсыз ба? Жақсы, мекеме алдында 080 көлігі тұр. Жолға шыға беріңіз. Жұмыстың қызметіне байланысты бізге жоғарғы басшымызға заявка түседі. Сол заявка бойынша біздер көлікті распределение жасаймыз. Біздің мекемеде службалар көп. Қай службаға қандай машина беретін путевой лист береміз. Водитель келген кезде путевой лист бергеннен кейін, путевой лист алғаннан кейін ол кісілер міндетті түрде медицинское освидетельствование өтеді. Соны өткеннен кейін барып механиктен разрешение алып, сосын барып жұмыс орнына жұмысқа шығады. Одан кейін жұмыс барысы біткеннен кейін келіп бұл путевой листті толтырып, артынан заказчик қолын қояды, содан кейін бізге алып тапсырады. Олар әртүрлі және алуан түрлі көліктерді жүргізеді. Бірақ барлығының миссиясы бір. Жолаушыны діттеген жеріне аман-есен жеткізу, тиелген жүкті, ілінген бағананы дұрыс орнату, халыққа жарық беру жолындағы игі іске үлкен үлес қосу. Қай өңірге жол тартсақ та, біз бір нәрсеге сенімдіміз. Білікті жүргізушілеріміз бізді ешқашан жолда қалдырмайды. Аталмыш бөлімдегі ең маңызды мамандар, еңбегі күрделі және жауапты жұмыс иелері, ол көлік жүргізушілері. Бұл қызмет тек кәсіби дағдыларды ғана емес, сонымен қатар физикалық төзімділік пен психологиялық тұрақтылықты да талап етеді. Ендеше боран мен қарғын су уақытында жол талғамайтын мына алып көліктің жүргізушінен сұхбат алып көрелік. Енді қиындық жағдайлар болып жатады ғой. Сыртта жүргенде қатты борандар болады, су борандар болады. Алдымызға мына жабысып терезе көрінбейтін күндер болады. Жаңа жықпылдарға түсіп кетесің. Сондай жағдайлардан қалай шығу мәселесін ойластырып,
ұйымдастырып, бір-бірімізбен ақылдасып, ауылдық жерлердің әйтеуір светтерін ренжітпей барып қосып келіп, бұндай жағдайларда жүреміз. Көктемде паводкілерде жүреміз, ойыл аудандарына барамыз, алға аудандарына барамыз. 5-6 разрядтағы азаматтар айдайды ғой. Енді стаж болу керек, кішкентай техника емес, ішінде двигателі бар, оның бәрі мәселесін білу керек. Қасымызда қалқып отыр, сыртқа шыққасын оны істеуін білу керек. Любой адам отырып алып айдай бермейді ғой, ол рөлге отырып алып айдаған ар жағын бәрін білу керек. Бастығымыз жақсы, запчастьтің бәрін тауып беріп отырады, далаға қалдырмайды. Қай жағдайда болса да алып кетеді әйтеуір. Жазғы енді периодта мына техникалар жүрмейді. Жазда ремонттаймыз, қыстыққа дайындаймыз. Иә, бізде сондай повреждение уақытында шығамыз ғой. Аға, көлікті жүргізіп көрсем бола ма? Жоқ, болмайды, сізге рұқсат жоқ. Көлікті жүргізуге рұқсат алмасам да, салонда отыруға рұқсат алдым. Жұмыстар жүріп жатыр, сол себептен сіздерге тезірек көлік ішін көрсетейін деп шештім. Жұмыстар жүріп жатыр, сол себепті тезірек сіздерге ішін көрсетейін деп шештім. Қайрат аға, Ау, машинаның қаражы өтші, температура көтеріліп келе жатыр. әзі. Капоттас жіберейін. Датчик па екен? Датчик қолында ма жа? Иә, Соңызып келатса мына. осындай бір датчикті деңгілер. Қандай бір датчикіңді ауыстырып көресің. Осыдан болады. Бұл датчикті ауыстырасың. Емендердің бәрі орында. Бізде осындай міне, осыда жеңіл машиналар, жүк көліктері келіп тұрады. Қолымыздан келгенше жәрдеміміз береміз. Алада тұрып қалмау керек машина. Жұмыстар алға баса беру керек. Сол үшін қолдан келгенше бәрін істей береміз. Анау ақаулар болады, помпа кетіп қалады, радиатор шешу керек деген сияқты. Соны жылдам істеп беруге қолымыздан келгенше тырысамыз. Өйткені жұмыс тұрып қалмауын бізде қадағалаймыз. Бірлесіп жұмыс істейміз, водителіміз бәріміз қосылып. Коллектив өте тамаша, жәрдем береді, былай қолдан келсе. Біздің міндетіміз көліктерді, мысалы бізден шықса, келесі жерге барғанша сол мүлтіксіз қызмет етіп, аман есен жетуін тілеп отырамыз. Мына көріп тұрғандарыңыздай, Ақтөбе облысы өңір бойынша біздің энергия система жауапкершілігі серіктестігі желілер жүйесі. Бұл желілердің барлығы Ақтөбе өңірі бойынша әрбір елді мекенге дейін барады. Мысалы қарайтын болсақ, Ақтөбеден Ырғызға дейін, Ырғыз ауданына баратын болсақ, Ырғыз ауданының орталығының өзі 500 шақырым, өте шалғай. Біздің жаңағы көліктеріміз тек қана мына салынған жолдармен ғана жүрмейді. Осы желінің бойын жағалап жүреді. Барлық көлікте GPS орнатылған. GPS-тің бізге қажеттілігі бұл көліктің біз үшін бақылау қажетпіз. Көліктің қай жерде баратқаны, қандай жылдамдықпен баратқаны біз қарап отыруға міндеттіміз. Сондықтан солай орнатылған. Бұл бізге өте қажеттілік. Сәлеметсіз бе аға, көңіліңіз қалай? Көңіліңіз жақсы. Қандай жұмыстар атқарып жатырсыз? Мына машина арамысы қиылған, сол істейін деп жатырмыз. Сварщиктары бар. Сол әкеліп беру керек. Сәтті атқарылып жатыр ма жұмысыңыз? Иә, бәрі ойдағыдай. Сізге жұмысыңызға сәттілік. Мен рахмет. Жыл 12 ай ыстыққа күйіп, суыққа тоңып жүрген осы бір жанкешті кәсіп иелерінің расында еңбегі еселі. Осындағы жүктелген міндетті мінсіз, тапсырманы тиянақты орындап жүрген көлік қызметкерлері қандай мақтауға болса да лайықты. Материалды дайындаған сыртқы және ішкі коммуникациялар қызметі арнайы энерго отбасы үшін.